Баршаңызға сәлем достар, менің арнама қош келдіңіздер. Сіздермен бірге Мира. Бүгін сіздерге осындай қазіргі таңдағы ең хит рулеттердің бірі шпинатный рулеттің ең оңай жасалу жолын көрсетемін. Менімен бірге қалып, видеоның соңына дейін көріңіз. Ең алдымен шпинатымызға ыстық суды құйып қоямыз. Кейін жұмыртқамызды ақуыз және сарыуыз қылып бөліп аламыз. Ақуызға тұзымызды салып, жақсылап аппақ масса болғанша миксерлейміз. Міне осындай масса болу керек. Енді сарыуызымызға сұйық майымызды құямыз. Және де жаңағы шпинатымызды жақсылап суынан саламыз және ұнымызды салып, блендердің көмегімен жақсылап еземіз. Бір келкі осындай қоңыр масса болғанша. Енді екі массамызды, жаңағы сарыуызды, шпинатный массамызды ақуызымызбен біріктіреміз. Бірақ жаңағы асты үсті қылып, осылай дәл видеодағыдай араластырамыз. Бірден бәрін араластырсаңыздар, ақуызымыз басылады. Мен аз ғана краситель қостым, қанық жасыл түс беру үшін, бірақ сіздер қоспасаңыздар да болады. Бұл міндет. Дайын болған массамызды 30-да 40 противенге салып, жақсылап бір келкі бір тегіс қылып жайып шығамыз. Қызып тұрған 170-180 градуста 15-20 минут пісіреміз. Ал енді салмасына жай ғана творожный сырымызды бір тегіс етіп жағып шығамыз. Және де мен арасына жай ғана қызанақты қойып шықтым, бір тегіс қылып, кескенде өте әдемі болып көрінеді. Бірақ сіздер жаңағы сёмга балығын қойсаңыздар, өте дәмді болып шығады. Мен де үйде балаларым жақсы көрмегендіктен жай ғана қызанақты қойып шықтым. Жақсылап орап, 1 сағат тоңазытқышқа салып қоямыз. Кейін алып, бірден дастарханға қойсаңыздар болады. Міне көріп тұрғандарыңыздай, ешқандай да мұздатқышқа салмасаңыз да әдемі кесіледі. Міне көріңіздер. Дәмі де ерекше, дәмді болып шығады. Дәл осы рецептпен жасап көріңіздер, міндетті түрде дұрыс шығады. Егер видеом ұнаса, каналға тіркеліп, лайк басып, комментарий қалдырыңыз. Әлі де көптеген оңай, жеңіл әрі тез жасалынатын рецепттермен бөлісетін боламын. Ас болсын!